сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз өт сұйықтығының пайдасы. Өт сұйықтығының ерекшелігі. Қоңырлау жасыл, кейде қара жасыл түсті болады. Сұйықтығы қоюлау жабысқақ келеді. Дәмі ащы, дәріге қой, сиыр және құстардың да өті көбірек қолданылады. Өт сұйықтығының жинау және өңдеу тәсілі. Жылдың қайсы мезгілінде болса да жинауға болады. Сойысханалар мал сойған кезде өтті құмыраға немесе шелекке жинап алып, күнге қақтап кептіреді, немесе ауа алмастырып тұратын орындарға кептіріп, өңдеу істетеді. Қасиетті ащы дәмді суығырайлы, ыстықты таратып отты қайтарады, дымқылдандырады, жөтелді тыйып ішті жүргізеді. Өт сұйықтығының ем болатын аурулары және істетілуі. Біріншісі, созылмалы кеңірдекшелер қабынуға, ақ шекерге 1-3 тамшы тауық өтін тамызып, күніне 3 рет тамақтан кейін ішеді. 15 күн бір емдеу барысы етіледі. Екіншісі, көк жөтелге тауықтың 1 дана өтіне ақ шекер немесе бал қосып араластырып ішкізеді. Жасқа толмаған балалар 3 күнде ішіп болады. 1-2 жастағы бала 2 күнде ішіп болады. 2 жастан жоғарғы балалар 1 күнде ішіп болады. Үшіншісі, көздің дәнекер қабығының қабынуына қой, тауық өттерінің әрқайсынан болса да 1 дана алып, физиологиялық тұзы су ерітіндісіне 10% етіп дайындап, күніне 3 рет көзге тамызады. Төртіншісі, сары типтегі бауыр қабынуға сиыр өті 1 дана, қас бояу 90 грамм, көккіл 30 грамм қосып талқандап, 1 ретте 6-9 граммнан күніне 2 рет қайнаған сумен ішеді. Бесіншісі, 1 жақ шеке ауырғанға қолда асыраған үйректің өтіне мақтаншылап, 1 жақ шеке ауырған жақтағы танауға тамызса өнім береді. Алтыншысы, көздің ағын ұшыруға, көздің жасаурауын жоюға, қасқырдың өтін көзге таңса, көздегі ақты ұшырады. Құстардың өтін көзге таңса, көздің жасаурауын жазады. Жетіншісі, дауыс қарлығуға, үн бітуге, өгіздің өтін бірнеше рет жаласа үн ашылады. Сегізіншісі, бала түсіруге, кірпік шешеннің өтін парафинге араластырып жесе, іштегі баланы түсіреді. 10-шы, 100 дана қара бұршақты өтке шылап, 100 күн ашытып, дайындағаннан кейін әр күні кеште 1 данадан таусылғанша жесе, бауырға пайдалы, көздің көру қуатын арттырады. Істетілу мөлшері 0,3-0,6 граммға дейін. Басты құрама: глюкохолин қышқылы, таурохолин қышқылы, билирубин, билирбордин, сиситин, мусин, май, урда бар. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.